Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз ешқайда атты фильмге шолу жасаймыз. Аяғы ауыр босқын қыз контейнерде босанып, балықпен қоректеніп, мұхиттан өтеді. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Фильм қысқаша анықтамамен басталады. Испанияда азық-түлік азайғандықтан қатаң түрде үнемдеуге көшкен. Бұл жағдайға көңілдері толмаған халық мемлекеттен кетуде. Сондай босқындардың бірі Мия мен Ника есімді ерлі зайыптылар. Олар қарулы контрабандистпен бірге порттың аймағына білдіртпей еніп, күзеттің жарығымен иттен жасырынуда. Бірақ дәл контейнерге енер алдын қу тасымалдаушылар бағаны көтереді. Жігітке жарқын болашағы үшін неке жүзігін беруіне тура келеді. Содан кейін оларды контейнер ішінде басқа босқындармен бірге Ирландияға аттандырады. Іште бір адам мемлекетте болып жатқан заңсыздықтарды планшетінен қарап отырады. Мияның аяғы ауыр екен анықталады. Оған қоса олармен бірге сапарға шыққандар ішінде балалы әйелдер аз емес. Азанда контейнер тиеген жүк көлігі жолға шығады. Мия мен Ника болашақтарын ойластыруда. Оған қоса билік тартып алған тұңғыш қыздары Умманы естеріне алады. Мия қызымызды тастап кеттік деп алаңдағанда Ника қыздарының ендігі мерт болғанына сенімді. Жүк көлігі тоқтаған кезде контрабандистер контейнер есігін ашады. Сыртта күтіп тұрған жаңа босқындар тобы ішке енеді. Ішке топырлап кірген адамдарға контрабандистер қазір тағы контейнерге тиелесіңдер деп адамдардың жартысын қайта шығарады. Олардың ішінде Ника болады. Аяғы ауыр Мия күйеуінсіз қалып, оған қоңырау шалады. Күйеуі оған не істеу керектігін айтып уайымдамауын сұрайды. Кейін қыз қабырғадағы тесіктен қала тұрғындары суға кезекте тұрып шу шыққанының куәсі болады. Әскер көшеден кішкене балалар мен жүкті әйелдерді ұстап алып, арнайы торға қамайды. Сол арада жүк көлігі тексеру бөгетіне тоқтайды. Мия жүргізушінің төлқұжатын тексеріп жатқанын көреді. Сарбаздар контейнер ішін ашып тексереді, бірақ ішінен тек үлкен қораптарды көреді. Жолаушылар контейнер соңына жасанды қабырғаға тығылып қалған. Бірақ тексеруші ақылды болып шығып, контейнердің іші сыртынан тар екенін байқайды. Инспектор дауыстап, іште отырғандарға шықпасаңдар атуға бұйрық беремін дейді. Басқа елдер сыртқа шығып жатқанда Мия үлкен қораптың төбесіне шығып алады. Бірақ сарбаздар атуға бұйрық алып, іштегі адамдардың барлығын қырып салады. Сарбаздар істерін тындырып, Мияны байқамай контейнер есігін жабады. Жалғыз қалған әйел күйеуіне тығылуын керек деп дауыстап хат жібереді. Біраз уақыттан кейін контейнерді кемеге тиейді. Мия күйеуімен байланысқа шықпақ болады, бірақ оның телефоны сөндірулі. Қабырғадағы тесіктен қауіпсіз жерде екенін анықтаған әйел заттарды ақтарып ұзақ сапарға ыңғайланады. Біраз уақыттан кейін әйел қатты шайқалыстан оянады. Кеме дауылға тап болып толқынмен шайқалуда. Мияны қабырғадан қабырғаға лақтырады. Амалы қалмаған әйел көмекке шақырып айқайлайды, бірақ оны ешкім естімейді. Бір сәтте табиғат өзінікін алып кемені төңкеріп жібереді. Кемемен бірге жүк контейнерлері теңізге құлайды. Соққы алған Мия есінен танып қалады. Ол есін жиғанда контейнер ішіне су кірген болып шығады. Әйел тесіктен қарап, жақын маңда басқа да контейнерлердің су бетінде жүргенін көреді. Ал ар жағынан ашық теңіздің шеті көрінбейді. Мия телефонын қолына алады, бірақ ол шағылып қалған. Сонда ол қаза тапқан адамның телефонын алады. Бірақ 3 рет құпия санды қате жазғандықтан құлпыға түсіп қалады. Келесіде әйел үлкен қораптарды ашады. Олардың іші пайдасыз электроникаға толы, бірақ біреуінің ішінен киім табады. Әйел құрғақ киім киеді. Заттар арасынан скотч тапқан Мия ішке енген суды тежеу үшін оқ тескен тесіктерді бітейді. Өзінің суреттерін салған күнделігін тапқан әйел күйеуін есіне алады. Біраз уақыттан кейін ол жақын маңнан айқай естиді. Тесіктен жақын маңдағы контейнердің суға батып кеткені көрінеді. Оның ішінде адам көп болғандықтан олардың салмағымен суға батып кетуі мүмкін. Сим картасын басқа телефонға салған Мия күйеуіне хабарласпақ болады, бірақ нәтижесіз. Әйел жылап отырып кеш батқанша қоңырау шала береді. Бәкіні қолына алған әйел батып кетпес бұрын тамырын кеспек болады. Оны бұндай ойдан ішіндегі бала қайтарады. Баланың қозғалысын байқаған әйел ұйқыға кетеді. Ол контейнердің қисайғанынан оянып кетеді. Ішке көп су жиналып қалған. Содан кейін ішке тесіктер арқылы тұзды су көптеп кіре бастайды. Абдыраған Мия төбедегі жіпке жабысады. Әйел су астына кеткенде оянып кетеді. Бұл тек қорқынышты түседі.
Өмірі үшін күресуін жалғастырған бас кейіпкер төбеде бекітілген жәшіктерді ашуға тырысады. Оларды ұстап тұрған бекітпені кескен Мия біреуінің ішінде тамақ салуға арналған ыдыстардың барын аңғарады. Әйел тамақсыз бұл ыдыстар не үшін керек деп қапалана ойланады. Содан кейін қақпағындағы резеңкелерді алуға болатынын түсінеді. Бірнешеуін жинаған Мия резеңкемен тесіктерді бітейді. Ал теледидардан шығарған түтікшенің көмегімен іштегі судың бөлігін сыртқа төгеді. Содан кейін суреттерін кептірген әйел құрылғылармен танысады. Кенет белгісіз номерден қоңырау келіп түседі. Тұтқаның ар жағында күйеуі Ника. Оларды жүргізуші алдап кетіп, қала сыртына тастап кеткен. Күйеуіне болған жағдайды хабарлаған әйел өмірі үшін күресуін жалғастырады. Біраз уақыттан кейін найзағай дауысы шығып, ауа райы бұзылады. Әйелге дауыл аз болғандай толғағы басталады. Сол сәтте оған Ника хабарласқанда, әйел телефонды суға түсіріп алады. Ал кейбір бекітпелер орындарынан шығып кеткенде қайта бекітуіне тура келеді. Солай Мия суда босанады. Баласының дем алмағанынан қорыққан әйел арқасынан қаққанда дауысы шығады. Жаңа босанған ана қорап ішіне кіріп отырады. Келесі күні теңіз тынышталғанда әйел баласына бесік жасап тамақтандырмақ болады. Бірақ өзіне де жарамды тамақ болмағандықтан сүт жарытып шықпайды. Сол себепті бала үздіксіз жылайды. Бір сәтте омырауынан сүт шығып, қарны тойған бала ұйқыға кетеді. Әйел қалған тамақты тауысады. Оның басына бір ой келеді. Мия бұрағышты пайдаланып төбені тесіп сыртқа шықпақшы. Бірақ бірнеше тесік тесу ғана қалғанда бұрағыштың қуаты бітіп қалады. Бұл ісін тастаған Мия суға батқан телефоннан симкасын алып шағылған телефонына салады. Бірақ экран істемейді. Ашуланған әйел заттарды лақтырып, ұмытып кеткен бәкісін табады. Оның көмегімен контейнер төбесін кеседі. Бірақ сол арада күші де таусылады. Түнде қарны ашқан Мия оянып суда жүрген тамақ қораптарына келеді. Олардың бірінде баланың кіндігі бар. Оны ашқан әйел жей бастайды. Кенет оның көңілін бұл ісінен сыртта шыққан біртүрлі дыбыстар бөледі. Контейнерге белгісіз бір мұхит мақұлығы соқтығысады. Мақұлық әйел мен баланы шошытып, қабырғаны ұзақ уақыт соғады. Қапастағы 6-шы күні бәкі жүзі мүлдем жарамсыз болады, ал ауыз су таусылуда. Қаталаған Мия теңіз суын ішпек болады, бірақ ақылға келіп төбеде бу болып аққан суды жалайды. Аштықтан әйелдің көзіне сағым елестейді. Оған мерт болған қызы Умма мен күйеуі елестейді. Әйел төбеден тамшылаған судан оянып кетеді. Төбедегі тесіктен жаңбыр суы кіруде. Ол ауыз суды жинау үшін пластик ыдыстарды тосады. Содан кейін тесік арасына белбеуді салып, өзінің күшімен темірді шығалатындай майыстырады. Мия сәбимен сыртқа шығады. Содан кейін бала жөргегін сыртқа тастаған әйел баланың нәжісіне балықтар келгенін аңғарады. Ол арқан мен темірден найза жасап балықты ұстамақ болады, бірақ қолынан келер емес. Аспанда ұшқан ұшақты байқап, айнаның сынығымен белгі бермек болады. Бірақ сыртқа шығып келе жатып, аяғын жарақаттап алады. Әйелге қанын көп жоғалтпас үшін жарақатын тігуіне тура келеді. Ауырсынуын жәшіктің бірінде болған шарапты ішіп басады. Кейін қорапта болған құлақ қап сымының көмегімен тор жасайды. Нәжіс толған жүректі тұзақ ретінде пайдаланған әйел бірінші балығын ұстап шикідей жейді. 9-шы күні әйел су астына кетпес үшін суды сыртқа төгуін жалғастырады. Балық аулауы да сәтті болып, алдағы уақытқа қор жинайды. Оған қоса тамақ ыдыстарына сос жолдамасын жазып, біреуге жетер деген үмітпен мұхитқа жібереді. Осылай арада тағы бірнеше күн өтеді. Әйел уақытын сәбиімен сөйлесіп өткізеді. Ол сәбиге мемлекетте не болғанын айтады. Азық-түліктің жетіспеушілігі билікке жаман адамдарды әкеліп, жағдайды қатаң түрде қиындатқан. Умманы серуендеп жүрген жерінде сарбаздар алып кеткен. Себебі балалар, әрі әйелдер мен қарт адамдар мемлекетке пайдасыз деп есептелген. Сәбиінің ыстығы көтерілген кезде Мия ыдысқа шарапты құйып, матаны матырып, от жағады. Контейнерге тоқтаусыз соқтығысты естіген әйел шамын алып сыртқа шығады. Бұл дыбыс толқынмен шайқалған пластик ыдыстан шығып тұр. Сол сәтте телефонына қоңырау келіп түседі. Оған Нико хабарласып, сарбаздар жарылап кеткендіктен өлім аузында жатып қоштасып тұрғанын айтады. Көз жасын тия алмаған әйел сәбиіне соңғы рет әкесінің даусын естірту үшін тұтқаны жақындатады. Смартфонның қуаты таусылған сәтте байланыс үзіледі. Әйел толқынмен шайқалып жатып, қалтасынан күйеуінің берген соңғы сыйлығы сникерсті шығарады. Олар бұл шоколадты жұмақ жерге жеткен кезде жейміз деп келіскен еді. 26-шы күні контейнер ішіндегі су бел ортаға дейін келеді.
Суды түгелмен шығару енді қолдан келмейді. Босқындарға контейнер батып кетпей тұрғанда төбесінде өмір сүрулеріне тура келеді. Бұлай ұзаққа бармайтындарын түсінген әйел пластик ыдыс пен құлаққап сымдарын пайдаланып қайық жасайды. Бір сәтте әйел балығын шағала жеп отырғанын көреді. Демек, құрлық жақын маңда. Түн жарымда үлкен контейнер суға бату алдында тұрады. Мия суреттерді алу үшін соңғы рет ішкен еді. Сол сәтте ыдысқа салынған күйеуінің соңғы сыйлығы сникерсті байқайды. Әйел оны алуға жүзіп барғанда контейнер су астына бата бастайды. Оған қоса аяғы белбеулерге оралып қалады. Әйел босану үшін сүңгиді, бірақ нәтиже шықпайды. Контейнер су астына батуда. Әйел соңғы сәтте белбеуді кесіп сыртқа шығады. Өзі жасаған қайығы сәбимен бірге көзге көрінбейтін бағытқа жүзіп кеткен. Тек маңнан өткен кит қана жолы болмағыш босқын әйелдің тыныштығын бұзады. Үлкен кит не істеу керектігін түсінгендей су шашып сәбидің даусын шығарады. Мия дауыс шыққан бағытқа қарай жүзіп барады. Қайыққа жабысқан әйел таң атқанша сәбимен жүзіп келеді. Бірақ жер көрінер емес. Мия шағаланың бағытын қарау үшін ыдыстағы балығын сыртқа шығарады. Бірақ тым қатты әлсіреп қалады. Қаптаған құстарды балықшылар қайығы байқайды. Балықшылар жақын келіп, сәби салынған кішкене қайықты көреді. Оған жіп байланған. Жіптің екінші ұшында су астындағы Мия. Балықшының қызы әйелге есін жиюына көмектеседі. Мия бірден қызын қолына беруін өтінеді. Балықшы рациямен болған жағдайды хабарлап, бас кейіпкер мен қызын жаңа өмір күтіп тұрған бағытқа қарай бет алады. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.